Қайырлы күн, құрметті вебинарға қатысушылар. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Өзімді таныстырайын, менің аты жөнім Махадиева Әсел. Астана қаласы Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогі болып табыламын. Мен анық көрініп, жақсы естіліп тұрмын ба? Чатқа қосу таңбасын жазсаңыздар болады. Егер экрандағы менің бейнем сіздерге кедергі келтірген болса, көрсетті кез келген жаққа жылжытсаңыздар болады. Сонымен қатар, егер дыбыс бәсең болатын болса, компьютердегі сілтемені дыбысын ұлғайтуға болатындығын айта кеткім келеді. Жақсы, қатысушыларымыз қосылып жатыр. Қосылған қатысушылардың барлығына алғысымызды білдіреміз. Арасында сұрақтарыңыз болса, жауап беріп отырамын. Чатқа жолдаңыздар. Егер де чатқа сұрақ жолдап үлгермесеңіздер, менің электронды поштама жолдасаңыздар болады, экранда көрсетілген, міндетті түрде жауап беремін. Жақсы, ондай болса бастайық. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы аутистік спектр бұзылысы бар баланы оқытуда қалай және не арқылы ынталандыру керек? Біздің вебинарымыздың жоспарында бүгін сіздермен мотивация және ынталандырудың не екендігіне, ынталандырудың түрлеріне, ынталандыруда таңдау әдістеріне, ынталандыру ретінде жетонды қалай пайдаланамыз, ынталандыруды қолдану ережелеріне тоқталамыз. Ынталандыру қолданбалы мінез-құлық талдауының негізгі түсініктерінің бірі болып табылады. Біздің кез келген іс-әрекеттеріміз ынталандыру арқылы бізді жігерлендіреді. Бұл жұмыстағы жақсы нәтиже үшін берілген сыйақы, көптен күткен кезекті демалыстарымыз немесе еңбегіміздің ақысын арттыру болуы мүмкін. Сондай-ақ сахнада өнер көрсеткеннен кейінгі халықтың сізге деген ыстық ықыласы, шоқ гүлдері. Яғни, әдетте осындай ынталандыруды алғаннан кейін біз болашақта оған сенім артамыз. Одан да жоғары ынталандыруға, қошеметке қол жеткізу үшін не істеу керектігін түсінуге тырысамыз. Және де барлық күш-жігерімізді салып еңбектенеміз. Сол сияқты балалардың да бізден ешқандай айырмашылығы жоқ. Баланың мінез-құлқы дәл сондай нәрселерге негізделген. Егер олар жақсы мінез-құлық үшін марапатталатын болса, онда әрине оң жауап береді. Мысалға, балаңыздың енді ғана аяққа тұрып, алғашқы қадамдарын жасаған кезін есіңізге түсіріп көріңізші. Сіз оған бар ынтаңызбен назар аударып, күлімсіреп, сүйіп, құшақтадыңыз. Оған қалай бақытты екеніңізді көрсеттіңіз. Және де бұл өз кезегінде баланың әрекеттерін қайта жасауға талпындырды, яғни түрткі болды. Баланы іс-әрекеттер үшін назар аударып ынталандырсақ, ол қайтадан сол әрекетті жасауға талпынады. Сондықтан ынталандыруды қолдану аутистік спектр бұзылысы бар балаға оқыту үдерісінде көмектеседі. Бір қарағанда күрделі ештеңе жоқ сияқты. Баланы мадақтап, сүйікті ойыншығымен немесе тәттісін бере салу жеткілікті деп ойлаймыз. Алайда бұл оңай емес. Ынталандыру өзінің тиімділігін жоймас үшін дұрыс әрі уақытында берілу керек.
Енді мотивация және ынталандыру дегенімізіне анықтама беріп көрейікші. Мотивация ол нақты бір іс-әрекет жасауға бізді ұмтылдыратын ішкі және сыртқы түрткі болып табылады. Ал ынталандыру баланың белсенді іс-әрекетін арттыруға бағытталған тәрбиелеу әдісі. Яғни бұл бір іс-әрекетті орындау арқылы қалаған сыйақыға қол жеткізу. Сіздерге түсінікті болу үшін мысалмен түсіндіріп өтейін. Экранда көріп тұрғанымыздай, балалар сыныпта сабақты орындау үстінде. Мұғалім сұрақ қояды, балалар жауап беруге және жақсы баға алуға қолдарын көтереді. Мұндағы балалардың мотивациясы қолдарын көтеруі, ал ынталандыру мұғалімнің көтермелеуі, балаға жақсы баға қоюы, яғни ата-анасының баланың қошеметтеп мадақтауы немесе сыйлық әперуі болып табылады. Осылайша, егер іс-әрекет нәтижесі үнемі бағаланатын болса, бала оны қайтадан жасауға талпынады, тырысады. Яғни ынталандыруды қолданудың мәні де осында болып табылады. Енді жоспарымыздың екінші сұрағы баланы ынталандырудың қандай түрлері бар екендігін сіздермен қарастырайық. Ынталандыру ретінде тағам, дәмділерді, заттарды, іс-әрекет түрлерін әлеуметтік бағалау, яғни назар аударуды қолдануымызға болады. Құрметті тыңдаушылар, ескерте кетейін, ынталандырудың түрлерін бірге қолданған дұрыс. Бұл жерде 4 түрі берілген, осы 4 түрін бірге қолдансаңыздар дұрыс. Мысалға, балаға берілген ойыншық немесе дәмді әлеуметтік бағалаумен қатар жүру керек. Себебі балаға кәмпитті беріп, жарайсың деп әлеуметтік бағалаумен жігерлендіру, уақыт өте келе заттай берілетін ынталандыру түрлерін әлеуметтік бағалауға өткізуімізге септігін тигізеді. Ынталандырудың түрлеріне енді жеке-жеке тоқталып өтейін. Ынталандыру ретінде тағам түрлерін, дәмділерді пайдалануға болады деп. Мысалы, экранда көріп отырғандарыңыздай, ол чипстер, кәмпит, мармелад, жемістер, шырын болуы мүмкін. Мұнда біз сіздерге ынталандыру ретінде пайдалануға болатын тәттілердің шамамен ғана үлгісін ұсындық. Бірақ әр баланың жекелігін естен шығармаған жөн. Яғни олардың әр қайсысының жеке талабы бар деген сөз. Сондықтан балаға ұнайтын дәмдіні бергеніңіз дұрыс. Бала тез тойып қалмас үшін дәмдіні бөліктерге бөліңіз. Егер бала жеуден бас тартып жатса, онда басқа дәмдімен алмастырған жөн. Яғни қолымызда дәмдінің бірнеше түрлері болғаны дұрыс. Тағам түрлерін ынталандыру ретінде пайдалануға келіспейтін ата-аналарымыз да бар. Ол тәуелділікке әкеледі деп айтып жатады. Кей ата-аналар мысалға тағамды мүлдем ынталандыру ретінде пайдаланбай-ақ баланы тапсырманы орындатуға, үйретуге болады деген пікірде. Әрине, көптеген балалар ата-анасының, яғни туыстарының назарын өзіне аудара отырып, әлеуметтік ынталандыру арқылы дағдыланып үйрене алады. Ол бізді әрине қуантады. Бірақ кейбір балаларды ынталандыруда дәмдіні, яғни тәттіні пайдаланған нәтижелі. Тағам мен дәмділерді қолдану қай жағдайда тиімді? Ойланып көрейікші. Дұрыс, бала жаңа дағдыны үйрене бастаған кезде қолданған жөн. Себебі бала әлеуметтік мадақтауды түсінбеуі мүмкін. Өйткені балада бастапқы дағдылардың өзі
әлі игеріліп қалыптаспаған болып тұр. Сондықтан бастапқы кезеңде дәмділерді ынталандыру ретінде қолданудың еш қателігі жоқ. Ең бастысы балаңыздың ерекшеліктерін ескере отырып назарға алу қажет. Келесі ынталандыру ретінде баланың сүйікті ойыншықтарын, кітаптарын, гаджеттерді де қолдануға болады. Келесі ынталандыру ол балаға ұнайтын іс-әрекет түрлері болып табылады. Яғни экранда көріп отырмыз, мысалы сүйікті ойынын ойнау, серуендеу, сурет бояу, батутта секіру, немесе теледидардан бала ұнататын бағдарламасын көру. Мұндай іс-әрекет түрлері өте көп. Әдетте бұл ынталандырудың түрін көбіне түсінігі, күту дағдысы қалыптасқан балаларға қолданған дұрыс. Осы ынталандыру түрлерін қолдануда сіз алдымен, содан кейін қағидасын ұстансаңыз болады. Мысалы, әуелі құрағыштарды жинап, немесе пазл деп айтып жатамыз, содан кейін суретті бояйсың деп айтсаңыз да болады. Келесі ынталандырудың түрі ол әлеуметтік бағалау, назар аудару. Және бұл әлеуметтік бағалау мен назар аударуды балаға әртүрлі жолдармен көрсетуге болады. Аутистік спектр бұзылысы бар бала үшін сіздің көтеріңкі көңіл күйіңіз барлық уақытта маңызды болып табылады. Балаңызды күлімсіреп, құшақтай аласыз, қошеметтеп, көтермелеп, мақтай да аласыз. Әрине, дегенмен ол орнымен және бала тапсырманы дұрыс орындаған кезде қолдану керек. Кей жағдайда ата-аналар балаға ұрсып, дауысын көтеріп, ұрсып жатады. Бұл күлімсіреу сияқты әрине жағымды емес. Бірақ ол да бала үшін назар аударғаныңызды көрсетеді. Және бала оны солай қабылдайды. Кез келген ынталандырудың түрі баланың сол іс-әрекетін қайталауға түрткі болып табылады. Сіздің назарыңыз, әлеуметтік бағалауыңыз баланың мінез құлқын түзетуде маңызды рөл атқарады. Сондықтан сіз оны тиімді әрі орынды пайдалануыңыз керек. Мысалы, бала тапсырманы орындамай отыр дейді. Сіз балаға өтініп сұрадыңыз, жаса тапсырманы деп. Еркелетіп те айтып көрдіңіз, жасай ғой деп, болмаған соң ұрыстыңыз дейді. Яғни нәтижесінде бала алдағы уақытта да сізбен ынтымақтастықтан бас тартатын болады. Сондықтан, құрметті қатысушылар, баланың мінез құлқын түзетуде ынталандыруды орнымен пайдалану керек. Сізге де, балаға да тиімді болады сонда. Әрине, бұл бірден бола қоймайды. Оған сізден шыдамдылық, төзімділік қажет. Бірақ біртіндеп уақыт өте келе бұл әдіс өз нәтижесін береді. Құрметті қатысушылар, ынталандырудың түрлері балада өзгеріп отыратынын назарларыңызда ұстанғандарыңыз дұрыс. Бүгін, немесе дәл қазір ынталандырған зат немесе дәмді балаға ертең қызықты болмауы мүмкін, немесе құндылығын жою мүмкін. Сондықтан барлық уақытта баланың қызықтыратын заттарын, тәттілерін, іс-әрекетін жалпы бақылап, назарда ұстап отыру қажет.
Енді осы ынталандыру түрлерінің атқаратын қызметі неде? Бізге ол не береді? Ол, яғни біріншіден баланың болашақта жағымды мінез-құлықты қайталануын арттырады. Сондай-ақ бала үшін ынталандырудың өзі емес, оның мотивациялық құндылығы маңызды болып табылады. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мысалмен келтірейін, яғни еліктеу дағдысын орындау кезінде баладағы мотивацияны оятатын ол кәмпит. Яғни кәмпит арқылы бала нәтижеге қол жеткізеді. Бұл жерде кәмпит маңызды емес. Кәмпиттің бізге не беретіні, яғни нәтижесі маңызды. Ал нәтиже бала тапсырманы орындап дағдысының қалыптасуында болып тұр. Яғни кәмпит емес, бұл жерде дағды. Біз сол дағдыны меңгертуіміз керек балаға. Сіздермен ынталандырудың түрлерін білдік. Келесі сұрағымыз ол жетонды ынталандыру құралы ретінде қалай пайдалануға болатынын қарастырып өтейік. Жетон әмбебап ынталандыру жүйесі және оны баланың жасына және дамуына қарамай қолдануға болады. Бірақ жетонның санын әр баланың жеке ерекшеліктеріне қарап таңдау керек. Сондай-ақ жетон тапсырманы балаға орындату ұзақтығын арттыру және баланың мінез-құлқын түзетуде өте ыңғайлы құрал болып табылады. Жетон ретінде экранда көріп тұрғандарыңыздай кез келген элементтерді, мысалға смайликтер, үстел үстінде ойнайтын ойындардың фишкалары болуы мүмкін, сүйікті мультипликация кейіпкерлерін де қолдана аламыз. Яғни жетон қазіргі орындалатын тапсырма мен нәтижесінде қол жеткізетін сыйақының арасын байланыстыратын алтын көпір болып табылады. Яғни жетондардың құндылығы ақшаның құндылығы сияқты. Оларды алмастыруға болатын нәрселермен анықталады. Жетонды қолдану ережесіне тоқталатын болсақ, көп жағдайда балаға таңбалауыш тақтайша мен жетондарды көрсетеміз. Бала жетонды жинау арқылы ынталандыратын сыйлыққа қол жеткізеді деп ойлаймыз. Бірақ бұл жеткіліксіз. Балаға қалай үйретеміз жетонды қолдануды? Біріншіден, бала тақтайшаға бір жетонды қоюдан бастамыз. Егер бала тапсырманы орындаса, оған бір жетон беріп, сен жетонды жинадың, саған сыйлық деп тоқаштың немесе тәттіңіздің бір бөлігін беріңіз. Содан кейін жетондарды бірте-бірте 2-ден 10 белгіге дейін жеткіземіз. Яғни бұл бізге не береді? Біріншіден, бала жетондар үшін тапсырманы жасауға үйренеді. Екіншіден, жетондарды жинау арқылы сыйлыққа қол жеткізетін бала нақты білетін болады. Келесі ол балаға жетон жинау ережесін нақты түсіндіруіміз керек. Алдын ала бала тапсырмаға неше жетон жинау қажет екендігін белгілеп аламыз. Бала, яғни неше жетонды жинағанда сыйлыққа қол жеткізетінін айтып, визуалды түрде балаға көрсету керек. Сондай-ақ, жетонға алмастыратын ынталандыру түрлері бірнеше болу керек. Сіз, мысалы, балмұздаққа 2 жетон, теледидарды көру мүмкіндігіне 3 жетон, тағы да басқа жетондардың құндылығына байланысты заттарды көбейтсеңіз болады.
Ынталандырудың түрлерін жетонға алмастыра отырып, сіз олардың құндылығын әрі тұрақтылығын қамтамасыз етесіз. Яғни жетондарды қолдану тиімді, тиімділігі, яғни атқаратын рөлі ол баланың мінез құлқын дұрыс басқарып, бізге түзетуге әсерін тигізеді. Сондай-ақ сабақтың ұзақтығын арттырады. Жетонды қолдана отырып, сабақты ұзарта аламыз. Егер бала алдында 5 жетонға тапсырма орындаса, енді бірте-бірте 10 жетонға дейін жеткіземіз. Сондай-ақ баланың қызығушылығы оянады. Сондай-ақ жетонды қолдану ережесінде сіз уәдеңізді бұлжытпай орындаған жағдайда жетондық жүйе аса тиімді болып табылады. Сол себепті, құрметті тыңдаушылар, бала тапсырманы орындай сала өзіне тиесілі ынталандыруды алатынына көз жеткізу керек. Соны алдын ала дайындап қою керек. Яғни кешіктірмей дәл уақытында жетонға алмастыратын сыйақыны беруіміз керек. Сонда бұл өте тиімді болып табылады. Сонымен біз сіздермен жетонда туралы сөз қозғадық. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Чатқа жолдаңыздар. Экранда көрсетілген, сондай-ақ электронды поштаға да сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Жақсы, сұрақ келіп түскен жоқ. Уақытымыздың тығыздығына байланысты вебинарымызды ары қарай жалғастырайық. Яғни келесі сұраққа көшейік. Ынталандыруды таңдау әдістері келесі сұрағымыз. Ынталандыруды таңдауға қатысты бірнеше көзқарастар бар. Біз бүгін сіздермен осы екі түріне нақты тоқталатын боламыз. Бұл бақылау және тестілеу әдістері. Бақылау әдісі көптеген сұрақтарға жауап бере алатын әмбебап атына зат сай әдістеуге болады. Яғни бақылау жүргізе отырып, сіздің балаңызға ынталандырудың қай түрі сай келетінін анықтай аламыз. Балаңызды бақыласаңыз, осы арқылы оған ненің қызықты екенін түсінуге болады. Бұл қалай көрініс береді? Бала өзі ұнататын затқа қол созуы мүмкін, ал сіз өз кезегіңізде дәл сол затты ынталандыру ретінде пайдалана аласыз. Болмаса, сіз өз баланың ұнатқан затына жаңағы бала эмоционалды түрде қарауы мүмкін, немесе қандай да бір затты алғысы келетін туралы сізге хабар беруі мүмкін, егер бала вербалды болса. Дей тұрғанмен, бұл әдіс бізге баланы нақты қай зат, дәмді, немесе іс-әрекетті мотивациялайтыны туралы үнемі дұрыс анықтауға мүмкіндік бере бермейді. Соны естеріңізде ұстағандарыңыз жөн. Біз таңдап алған келесі әдіс ол тестілеу. Яғни аталған әдіс әлде қайда тиімдірек болып табылады бақылау әдісіне қарағанда. Өйткені бұл әдісте нақты қай зат, қай тәтті немесе іс-әрекет баланы
мотивацияландырып, яғни түрткі болып тұрғанын анықтауға мүмкіндік береді. Енді осы әдістерге жеке тоқталайық. Бірінші ол тестілеу әдісі. Көріп отырғанымыздай, тестілеу әдісі екіге бөлінеді. Ол екі заттың бірін таңдау, немесе көп заттың бірін таңдау. Екі заттың бірін таңдауда бұл әдістің бір ерекшелігі балаға бір мезетте екі тәтті болмаса балаға ұнайтын екі зат ұсынылады. Бала біреуін ғана таңдап алуы тиіс. Тестілеу кезінде тәтті немесе өзге заттарды араластырып ұсынуға болмайды. Сол мақсатта тәттіге бөлек, өзге ұнамды затқа жекелеп екі рет тест өткізіледі. Мысалға, экранда көріп отырғанымыздай, бақылау әдісін қолданар алдында бірнеше затты немесе тәттіні анықтап алуымыз керек. Яғни, бұл сіздің балаңызға ұнайтын заттар, заттарды немесе тәттіні жұппен ұсынамыз балаға, яғни екеуі. Егер сіз тамақты тестілейтін болсаңыз, тағамды мысалға, онда M&M'спен, мысалы, экранда көріп отырмыз, вафлиді алуға болады. Бірақ алдымен бұл екі затты ұсақ бөліктерге бөліп аласыз. Сосын бала өзіне ұнаған таңдайды. Дәл осылайша тестілеуді заттармен өткіземіз. Бұл машина, немесе пирамида, немесе басқа заттар да болуы мүмкін. Сосын бала өзіне көбірек ұнайтын ойыншықты таңдап алады. Тағы да ескерте кететін жайт, тәтті мен заттарды бір тестте алмастыруға мүлдем болмайды. Ұнайтын затын, тәттісін анықтап алғаннан соң мәліметтерді кестеге тіркеп қоямыз. Кестеде көріп отырғандарыңыздай, балаға алдын ала үш зат берілген, яғни бұл заттарды біз үстелдің үстіне қойып қоямыз. Бірінші, машина мен сабынды көпіршіктерді тестілегенбіз. Бұнда бала сабынды көпіршіктерді таңдап алады. Екінші, сабынды көпіршіктер мен құрағыштар, бұнда сабынды көпіршіктерді таңдалды. Сабынды көпіршіктер мен допты тестіледік. Мұнда бала сабынды көпіршіктерді таңдап алды. Құрағыштар мен машина, бала өзінің таңдауын машинаға алды. Доп пен құрағыштарды тестіледік. Мұнда да бала құрағыштарды алды. Және соңғы машина мен допты балаға бердік. Мұнда бала допты таңдап алды. Яғни бұл жерде біз нені көріп отырмыз? Тестілеу кезінде тек бір ғана затты немесе бір ғана тәтті таңдалуы мүмкін. Екі тәттіні бірден алуға болмайды. Тестілеу аяқталғаннан соң бір зат неше рет таңдалғанын қарадық. Мына жерде көріп отырғанымыздай, сабынды көпіршіктер 3 рет таңдалған, машина 2 рет таңдалған, және де құрағыштарды бала 1 рет таңдаған. Яғни, біз сосын мотивациялық түрткілердің иерархиясын осылайша құрып аламыз. Тестілеудің келесі түрі ол көп заттың ішінен бірін таңдау. Бірнеше ойыншық немесе бірнеше дәмділер. Бұл әдісті қолдану кезінде балаға ұсынылған 7 мотивациялық түрткінің біреуін ғана таңдау тиіс. Аталған әдісте заттар мен тәттілерді, яғни дәмділерді бір жиынға топтастыруымызға болады. Мысалға көріп отырғанымызда, мұнда барлығын араластырған. Бақылау әдісін пайдалана отырып, балаға ұнайтын заттар немесе тәттілерді анықтап аламыз.
Бұл жерде мармелад да тұр, зат ретінде машина да тұр, құрағышты да көріп тұрсыздар, қытырлақтар да тұр, кәмпит те тұр, пирамидаңыз да тұр. Яғни осы түрткілердің нақты қайсысы мотивациялық стимул екендігін анықтау үшін көп заттың біреуін таңдау әдісін өткізуіміз қажет. Тестілеу кезінде келесі критерийлерге назар салуымыз қажет. Бұл қандай затты немесе тәттіні бала бірінші, екінші, үшінші таңдағанына зер саламыз. Тағы сол сияқты таңдағанына қарай тестілеуден кейін жаңағы иерархия құрылады, түрткілердің иерархиясын құрамыз. Сонымен бірге, егер бала тәттіні жеп қоятын болса, оның орнына жаңасын қоймайсыздар. Соны ескерте кетейін. Баланы қалған заттардың көмегімен тестілеуді жалғастыра береміз. Экранда көріп отырғанымыздай, көп заттың бірін таңдауда бала бірінші мармеладты, екінші чипстерді, яғни қытырлақты, үшінші машинаны таңдап алғанын көріп тұрмыз. Яғни осы бойынша біз иерархияны құрамыз. Жақсы, сонымен біз сіздермен ынталандырудың негізгі әдістерін қарастырдық. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңызды күтудеміз. Сұрақ қойып үлгермесеңіздер, электронды почтаға жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Жақсы, сұрақ келіп түскен жоқ. Онда жоспар бойынша келесі сұрағымызға өтейік. Жоспарымыздың келесі сұрағы ол ынталандыруды қолдану жөніндегі ұсыныстар, сіздерге берілетін ұсыныстар. Яғни ынталандыруды алдын ала даярлап, жағымды мінез-құлықтан кейін бірден ұсыну қажет. Себебі сіз уақытты және ынталандырудың тиімділігін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Бала тапсырманы орындады ма? Орындадың, бірден сыйлықты ұсынамыз. Экранда көріп отырсақ, орындадың, тез алдың деген сияқты. Тапсырма орындалды, балаға сыйлық бірден ұсынылды. Келесі қолдану кезіндегі мотивацияның құндылығы. Егер баланың қарны тоқ болса, яғни ашықпаған болса, оған печенье немесе тәттіні, дәмдіні ұсынудың маңызы жоқ. Өйткені печенье өзінің мотивациялық құндылығын жоғалтқан. Сол себепті ынталандыру дұрыс таңдалуы тиіс. Мысалы, бала ынталандыруды жеп алса, сабаққа деген әрине қызығушылығы төмендейді, және ынталандыру өз құндылығын жояды, яғни жоғалтады. Сондай-ақ бала орындаған тапсырма неғұрлым күрделі болған сайын, ынталандыру соғұрлым бала үшін маңызды болуы тиіс. Мысалы, бала үшін экранда көріп отырғанымыздай чипстер печеньеге қарағанда маңыздырақ. Маңыздырақ болса, онда чипс үшін берілетін тапсырма күрделірек болу керек. Мысалы, экранда көріп отырмыз, бала 5-ті береді, оған печенье береміз, ал бала 10-ға дейін санайды. Әрине бұл күрделі тапсырма, оған біз чипстің бір бөлігін ұсынамыз. Келесі, ол ынталандыруға, яғни ынталандыратын затқа қол жеткізуді шектейміз.
Мысалы, сіз кәмпитті көрінетін жерге қойып қойсаңыз, бала оны өзі-ақ алып жей береді. Солай емес пе? Яғни, кәмпит өзінің мотивациялық құндылығын жоғалтады мұнда да. Сол себепті қол жетімділікті қол жетпейтін, яғни сыйақыны баланың қолы жетпейтін жерге қойғандарыңыз дұрыс. Келесі, ынталандыруды сыйлығын ұсынған кезде өзіңізді төмендегідей ұстаңыз. Яғни экранда көрсетілгендей, көздеріңіз бала көзімен бір деңгейде болуы шарт. Яғни, сіз балаға немесе бала сізге төменнен жоғары қарамауы тиіс. Бұл өте маңызды. Сондай-ақ шынайы қуанышыңызды білдіріңіз. Дауыс ырғағыңыз тым жоғары, қатты немесе төмен, монотонды болмауы тиіс. Сонымен қатар, бала сабақта өзін жақсы ұстап отырған кезде, нұсқауды тыңдаған кезде, тәртібі үшін барлық уақытта мадақтап отыруды естен шығармаңыз. Келесі, балаға қажетті дүниелерді, яғни ынталану ретінде қолданбаңыз. Мысалға, марапат ретінде қолданбаңыз. Яғни, мысалға, жетонды жинатсаң, түскі ас ішуге барасың деп. Яғни, түскі ас бізге ол тиесілі. Біз түсте ас ішеміз. Оны ынталандыру ретінде балаға қолданудың еш қажеттігі жоқ. Бізге заң түрінде тиесілі зат ол. Сондай-ақ, егер бала тағамдық, жаңа айттық қой, мотивациялық стимул ретінде тағамдан бас тартатын жағдай мүмкін болса, солай істегеніңіз дұрыс. Яғни, сіздерде сұрақ болса, жауап беруге дайынмын. Ұсыныстарды талқыладық. Сұрақтарыңызды чатқа жолдаңыздар. Қайтадан қайталап өтейін, сіздер сұрақ жолдағанша. Ынталандыруды жаңағы сыйлығын ұсынған кезде барлық уақытта баланың көз деңгейі сіздің көз деңгейіңізбен бірдей болу шарт ол. Яғни, сіз балаға немесе бала сізге төменнен жоғары қарамасын. Сондай-ақ барлық уақытта шынайы қуанышыңызды білдіріңіз. Өйткені бала барлығын сезеді. Дауыс ырғағыңыз тым жоғары немесе төмен болмауы тиіс. Яғни, сондай-ақ барлық уақытта бала өзін жақсы ұстаған кезде болсын, нұсқауыңызды орындаған кезде болсын, тәртіпті, әдемі отырған кезде, оны барлық уақытта ынталандырып, мадақтап отырыңыз. Жақсы. Сұрақтар түскен жоқ, күтіп отырмыз. Электронды почтаға жолдаңыздар сұрақты. Міндетті түрде жауап беремін. Сұрақ келіп түскен жоқ, барлығы түсінікті деп ойлаймын онда. Қорыта келгенде, бүгінгі вебинарымызды қорытындылай келгенде, сіздер бүгін ынталандырудың түрлерімен таныстыңыздар. Олар тағам, яғни дәмділер, заттар, іс-әрекет түрлері, әлеуметтік бағалау және де назар аудару. Кез келген ынталандыру баланы іс-әрекетті қайталауға әкеледі. Сондықтан ынталандыруды тиімді әрі орынды пайдалану керек. Бала үшін ынталандырудың өзі емес, оның мотивациялық құндылығы маңызды. Осы арқылы біз балаға тапсырманы орындатып,
нәтижеге жетіп, дағдысын қалыптастырамыз. Яғни ынталандырудың жететін жетістігі, яғни мақсаты да осында, құрметті тыңдаушылар. Жақсы. Сонымен, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі вебинарымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі вебинарда кездескенше сау болыңыздар.